Салма жасау үшін сақина арқылы қалып алу. Ең алдымен тісті блэк жіктемесі бойынша бірінші классқа сай фиссура бойымен егейміз. Кейін тіс өлшеміне дәл сәйкес келетін сақинаны таңдаймыз. Бұл сақинаны гильзаның түбін кесу арқылы дайындап алдық. Сақинаны орнықтырған соң, оның ішіне аз мөлшерде зета плюсты силикон массасының базалық массасын алып, катализатормен араластырып, тығыздап енгіземіз. Сақинаның алдыңғы бөлігіне қарындашпен белгі қоямыз. Бұл белгі кейін сақинаны қайта орнатқанда дәл сол позицияға қоюға көмектеседі. Материал толық қатқаннан кейін қалыпты сақинамен бірге абайлап шығарамыз. Келесі кезеңде коррегирлеуші массаны катализатор мен блокнот бетінде шпательдің көмегімен біркелкі консистенцияға дейін араластырамыз. Дайын массаны шпатель арқылы сақинаның ішіне енгізіп, оны қайтадан тіске орнатамыз. Бұл кезең нақты әрі айқын қалып алуға мүмкіндік береді. Осы сәтте толыққанды нәтиже үшін төменгі жақтың жалпы қалпын алу қажет. Базалық массаны катализатормен араластырып, валик тәрізді форма жасап, қалыппен қасықты толтырамыз. Пациенттен төменгі жақтың қалпын аламыз. Дұрыс орындалған жағдайда қалып сақинамен бірге шығуы тиіс. Міне біздің сақина арқылы салмаға арналған қалпымыз дайын. Енді бұл лабораторияға жіберуге дайын.